Біз Шымкент қаласындағы дөңгелектерді шешіп, подвесканы жуатын алғашқы автоспамыз. Бұл қызметпен сіздерді қазір жақынырақ таныстырамын. Ең бірінші кезекте көлікті көтеріп, тіреуіштерге қоямыз да, 4 дөңгелектер шешіліп, арнайы дөңгелек стендтеріне қойылады. Аспа бөлігіндегі негізгі кірді жібітіп алу үшін арнайы арканың химиясы себіледі. Оны аркаға да дөңгелектердің ішкі бөлігіне де себеміз. Бұл жерде маңыздысы химияны кептіріп алмау. 1 минут күтіп, химияны толықтай шайып өтеміз. Артынша кислотный шампунь, яғни қышқылды көбік себіледі. Екі маман екі жақтан арнайы щетка мен кисточканы қолданып, әр бөлшекті жеке-жеке қолмен тазалап өтеді. Содан соң толықтай 100 бар судың күшімен шайып шығамыз. Әрбір қуыстардан химияның қалдықтарын тазалауымыз керек. Соңында подвесканы және дөңгелектерді толықтай кептіріп өтеміз. Әлі де бұл қызметтің не үшін қажет екенін түсінбесеңіз, жолға себілген реагенттер, асфальт битумы, тұздар көліктің подвескасына өз зиян тигізеді. Олар қатпарланып, темірдің шіруіне, лак пен пластиктердің өңіп, түсін өзгертеді. Мезгіліне бір рет осы қызметті жасасаңыз, көлігіңіздің аспасы ешқандай шіріксіз, артық дыбыссыз ұзақ қызмет етуіне сенімдіміз.